Келесі бізде 10-шы қатар. Енді 10-шы қатарда дәл 9-шы қатардағы әдістер қайталанады. Яғни барлық жерде осы негізгі ою тұсымен екі ілмектен ғана тоқылып отырады. Бұл жерде біз оюдың жібін дәл осы аралықтан қалдырдық. Демек, ешқандай ілмектің бойына жасырмай, жай ғана тоқып кетеміз. Яғни қазір түсінікті болады. 10-шы қатар. Барлығы 4 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек. 4-ші ілмектің төбесін ою тұсымен тоқып аяқтаймыз. Міне бізде барлығы дұрыс тұр. Ары қарай 2 ілмекті осы ою тұсымен тоқып аламыз. Жіптерімізді жасырып отырамыз. 1 және 2. Енді 2-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аламыз. Енді ары қарай негізгі түспен барлығы бізде 5 ілмек тоқылады. Және оюдың түсін жасырып отырамыз. 5 ілмек бойына. 1, 2, 3, 4 және 5. 5-ші ілмектің төбесін ою тұсымен аяқтаймыз және жіптеріңізді тексеріңіздер. Артында еш жеріне бос қалмады ма? Енді 2 ілмекті осы ою тұсымен тоқимыз және жіптерді жасырып отырамыз. 1, 2. 2-ші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді ары қарай негізгі түспен 5 ілмек тоқылады. Және ою тұсы жасырып отырамыз әрдайым. 2, 3, 4 және 5-ші ілмектің төбесі ою тұсымен тоқылады және жіптерімізді тағы бір қарап шығайық. 5-ші ілмектің төбесін тоқып аламыз. Кезекті 2 ілмек ою тұсымен тоқылады және негізгі түсті жасырып отыруды ұмытпаймыз. 2-ші ілмектің төбесі ою тұсымен негізгі түспен тоқылады. Ары қарай барлығы қалған 4 ілмек негізгі түспен тоқылып аяқталады. Оюдың түсін бергі бетте қалдырамыз және 4 ілмегімізді тоқып аламыз. 1, 2, 3 және 4. Ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. Енді қазіргі тоқылатын 11-ші қатар дәл 10-шы қатар сияқты тоқылады. Демек, сол әдістерді қайталап отырып тоқып шығамыз. Міне 11-ші қатарды тоқып аяқтадым. Енді ары қарай 12 мен 13-ші қатар бірдей тоқылады. Және ол қатар тоқылу өте қарапайым. Міне 11-ші қатарды аяқтадық және 1 ілмек көтереміз. Келесі тоқыманы айналдырамыз. 12-ші қатар 4 ілмек негізгі түспен тоқылады. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек төбесі ою тұсымен тоқылады. Енді ары қарай ою тұсымен барлығы 16 ілмекті тоқимыз. Осы 16 ілмектің бойына негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Міне осы әдіспен барлығы 16 ілмекті тоқимыз және негізгі түсті осылай ортасына жасырып кетіріп, ортасына жасырып отыруды ұмытпаңыздар. Міне соңғы 16-шы ілмекке де келдік. 16-шы ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Енді ою түсін бергі бетте қалдырамыз. Және қалған 4 ілмекті негізгі түспен тоқып бұл қатарды аяқтаймыз.
бір ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. Келесі 13-ші қатарда осы 12-ші қатардағы әдістерді қайталап тоқып аламыз. Міне 13-ші қатар аяқталды. Бір ілмек көтеріп алдым. Енді тоқыманы айналдырамыз. 14-ші қатар 4 ілмекті негізгі түспен тоқимыз. 1, 2, 3 және 4-ші ілмектің төбесі ою түсімен аяқталады. Енді ою түсімен 2 ілмекті тоқимыз. 1 және 2-ші ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді ары қарай негізгі түспен барлығы 12 ілмек тоқылады. Және осы 12 ілмектің бойына оюдың жібі жасырылады. Жіпті біркелкі тартып отырып, барлығы 12 ілмекті тоқып аламыз. Осындай әдіспен жіпті осылай тартасыздар. Және бізде 12-ші ілмектің төбесі оюдың түсімен тоқылады. 12-ші ілмекке де келдім. Төбесін ою түсімен аяқтаймыз. Бірінші мына тұсқа қараймыз. Ешқандай жіп тартылып тұрған жоқ. Оюдың түсімен тоқып аламын. Енді 2 ілмек ою түсімен тоқылады. Және негізгі түсті жасырамыз. 1, 2, 2-ші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Оюдың түсін белгі бетте қалдырамыз. Негізгі түспен соңғы 4 ілмекті тоқып аяқтаймыз. Бір ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. Енді 15-ші қатарды дәл 14-ші қатардағы әдістерді қайталап тоқып шығамыз. Қазір кесте бойынша көрсетіп кетейін. Міне, қазір мен 14-ші қатарды тоқып көрсеттім. Ары қарай 15, 16, 17-ші қатарды өз бетімізше тоқимыз. Себебі бұл тұста бізде қайталанады. Қазір 15-ші қатарды дәл 14-ші қатардағыдай тоқимыз. Одан кейінгі 16 мен 17 бізде төмендегі 12 мен 13-ті қайталанып тоқылады. Ешқандай қиындық жоқ, өз беттеріңізше тоқып аласыздар деген ойдамын. Одан кейін біз 18-ші қатарда кездесеміз. 17-ші қатарға дейін тоқып аяқтадым және бір ілмек көтердім. Тоқыманы айналдырамыз. Келесі 18-ші қатар. Бұл тұста барлығы 7 ілмекті ою түсімен тоқимыз. Бірінші біз 4 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2, 3 және 4-ші ілмек. Енді қалған 3 ілмекті осы оюдың түсін жасырып отырамыз. Келесі демек бізде 5-ші ілмек. Және 5-ші ілмекті қараңыздар, іліп алған кезде оюдың түсінде бірден осы ілмек біздің үстіне қалдырамыз. 5. Келесі 6-ші ілмек тоққан кезде де ортасында қалады. Және 7-ші ілмек. Міне осы әдіспен біз қоңыр түсті, яғни оюдың түсін керек жерге дейін алып келдік. Енді соңғы 7-ші ілмекті ою түсімен тоқып аяқтаймыз. Келесі 2 ілмек ою түсімен тоқылады. 1 және 2-ші ілмек. 2-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Негізгі түспен 6 ілмек тоқылады және оюдың түсін жасырып отырамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-ші ілмектің төбесін
оюдың түсімен тоқимыз. Ою түсімен 2 ілмек тоқылады. 1 және 2. Екінші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Ары қарай 7 ілмекті негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. 1 2 3 4 5 6 және 7. Менде тағы да мына аралықтарда кішкене ішінде негізгі түсі көрініп қалыпты. Мен оны енді кейін түзетіп аламын. Сіздерде осындай кемшілік болып қалмас үшін әрдайым осы ұзақ осы бір түспен тоққан кезде жасырып отқан жіпті тартып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі 19 қатар, жаңағы 18 қатардағы әдістер қайталанады. Бірақ енді бізде ою түсі өз орнында тұр. Сол себепті де осы бір қалыппен тоқып кетеміз. Барлығы 7 ілмек тоқимыз қазір. 1 2 3 4 5 6 және 7 ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады. Енді 2 ілмекті ою түспен тоқимыз. 1 2. Екінші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Ары қарай 6 ілмекті негізгі түспен тоқып аламыз. 1 2 3 4 5 және 6 ілмек. 6 ілмектің төбесін оюдың түсімен тоқимыз. Келесі 2 ілмек ою түсімен тоқылады. 1 және 2. Екінші ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Ары қарай қатарды негізгі түспен аяқтаймыз. Барлығы 7 ілмек. Бір ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. 19 қатар аяқталды. Келесі 20 қатар дәл осы әдістерді қайталап тоқимыз. 21 қатарда кездесеміз. 20 қатар тоқып аяқтадым. Бір ілмек көтеремін, тоқыманы айналдырамын. Енді қазір 21 қатарда осы тұсқа дейін өз бетімізше тоқып алайық. Дәл осы 2 ілмек қоңыр түспен тоқылған тұсқа дейін өз бетімізше тоқып аламыз. Демек, бұл жерде 20 қатардағы әдістер қайталанады. Қазір осы өрнек бойынша тоқып келесіздер. Осы тұстан ары қарай бірге тоқимыз. 21 қатардың осы тұсына да келдім. Және 2 ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып алдым. Енді ары қарай барлығы 5 ілмектің бойына осы оюдың түсін жасырып отырып тоқимыз. 1 2 3 4 және 5. Енді оюдың түсін осы бергі бетте қалдырамыз. Сыртына қараймыз. Кішкене тартып. Ары қарай қатарды аяқтаймыз. Бізде 2 ілмек қалды. 1 және 2 ілмек. Бір ілмек көтереміз да тоқыманы айналдырамыз. Келесі 22 қатар 2 ілмек негізгі түспен тоқылады. 1 және 2 ілмектің төбесі ою түсімен тоқылады.
Енді ары қарай барлығы 20 ілмекті осы ою түсімен тоқимыз. Және бізде негізгі түс осы тоқыманың бойында жасырылады. Барлығы 20 ілмек. Өз бетімізше тоқып аламыз деп ойлаймын. Міне барлығы 19 ілмек тоқыдым. Қазір 20 ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аламыз. Ең бірінші былай артқа қарап, ешқандай жіп бос қалып қалмады ма, соны қадағалап аламыз. Және келесі 20 ілмек төбесі негізгі түспен тоқылады. Оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Ары қарай қалған 2 ілмекті тоқып аяқтаймыз. Ілмекті көтереміз. Тоқыманы айналдырамыз. Енді 23 қатар дәл осы 22 қатардағы әдістерді қайталап тоқып аламыз. 23 қатар аяқталды. 1 ілмек көтереміз. Тоқыманы айналдырамыз. Келесі бізде 24 қатар және 3 ілмекті осы негізгі түспен тоқимыз. 1, 2 және 3 ілмекті тоққан кезде міне оюдың жібін бірге алып кетеміз қазір. 3 ілмек, демек оюдың жібін ілмек біздің үстіне жібереміз. Бізге 1 ілмек жылжытып алу керек, яғни қазір осы оюдың түсін жасырып отырып 3 ілмегімізді тоқимыз және осы 3 ілмектің төбесін ою түсімен тоқимыз. Енді жібімізді жөндеп келтіріп аламыз, қараймыз. Мына тұста біз оюдың жібін білдіртпей осы бетке ауыстырып алдық. Енді осы оюдың түсімен 2 ілмекті тоқимыз және негізгі түсті жасырып отырамыз. 1, 2 ілмек. 2 ілмектің төбесін негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Енді негізгі түспен барлығы 14 ілмекті тоқимыз және оюдың жібін жасырып отырамыз ортаға. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, барлығы 14 ілмекті тоқып аламыз. Міне соңғы 14 ілмек. 14 ілмектің төбесін ою түсімен аяқтаймыз және қараймыз, жіптер осы бос болып қалмасын. 14 ілмектің төбесін тоқып аламыз. Енді 2 ілмекті осы ою түсімен тоқимыз. 1 және 2. 2 ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Оюдың түсін бергі бетте қалдырамыз. Соңғы 3 ілмекті тоқып аламыз. 1, 2 және 3 ілмек. 1 ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. Келесі 25 қатар және 4 ілмекті негізгі түспен тоқимыз. 1, 2, 3 және 4 ілмекке келген кезде оюдың жібін жасырып кететіндей қалып келеміз. Және 4 ілмекті төбесін осы ою түсімен тоқып аяқтаймыз. Енді осы ою түсімен 2 ілмек тоқылады. 1, 2, 2 ілмектің төбесі негізгі түспен тоқылады. Енді ары қарай негізгі түспен барлығы 12 ілмекті тоқимыз. Және оюдың түсін жасырып отырамыз.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12-ші ілмектің төбесін ою түсімен аяқтаймыз. Ою түсімен 2 ілмек тоқылады. Негізгі түсті жасырып отырамыз. 1 және 2. Екінші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқылады. Оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Енді ары қарай қалған 4 ілмекті тоқып аламыз негізгі түспен. Бір ілмек көтереміз, тоқыманы айналдырамыз. 25-ші қатар аяқталды. Енді ары қарай қазір 26-ші қатардан бастап 30-ші қатарға дейін өз беттеріңізше осы әдістерді қайталап тоқисыздар. Бұл жерде айырмашылығы тек 1-2 ілмек қана жылжып отырады. Қазір схема бойынша түсіндіріп кетейін. Біз ендігі 25-ші қатарды тоқыдық. Біз 24-ші қатарда 3 ілмектен бастадық. 25-ші қатарда 4 ілмек болды. Қазір демек 26-ші қатарды тоқитын кезде 5 ілмек негізгі түспен тоқылады. Одан кейін 6 ілмек солай бір ілмектен қосылып отырады. Ал ішіндегі ілмек саны 2 ілмекке азайып отырады. 14 ілмекпен бастадық. Қазір 12-ші ілмек тоқыдық. 12 ілмек. Одан кейін қатарда 10 ілмек тоқылады. Бұл бізде негізгі түстер. Ал ою түсі міне. Ешқандай қиындық жоқ. Схемаға қарап отырып өз беттеріңізше тоқып кетесіздер деген ойдамын. Қиындықтар туындап жатса, менің телеграм арнама шығып сұрап алсаңыздар болады. Немесе комментарий бөлімінде қалдырып кетіңіздер. Енді осы 30-ші қатарға дейін өз бетімізше тоқып алайық. 30-ші қатар тоқып алдым. Бір ілмекті көтереміз. Тоқыманы айналдырамыз. 31-ші қатарда негізгі түспен барлығы 10 ілмекті тоқимын. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 және 10-ші ілмекті жаңағы ою түсін бері қарай жылжытып алатындай әрекетпен жасаймыз. 10-ші ілмектің төбесі негізгі түспен, ою түсімен тоқылады. Енді ою түсімен барлығы 4 ілмекті тоқимыз. Негізгі түсті тоқыманың бойына жасырамыз. 1 2 3 және 4-ші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Енді оюдың жібін бергі бетте қалдырамыз. Ары қарай қатарда осы негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Өз бетімізше тоқып аламыз. 31-ші қатар аяқталды және бір ілмек көтеріп алдым. Тоқыманы айналдырамыз. Келесі 32-ші қатар. Бұл жерде барлығы 11 ілмек негізгі түспен тоқылады. 1 2 3 4 5 барлығы 11 ілмек тоқып аламыз. 10-ші ілмекті тоқыдым. Енді 11-ші ілмекті сол әдіспен оюдың үстіне жібереміз да 11-ші ілмек көтереміз және төбесін осы ою түсімен аяқтаймыз. Енді 2 ілмекті ою түсімен тоқимыз. Негізгі түсті жасырамыз. 1 және 2. Екінші ілмектің төбесін негізгі түспен тоқимыз. Енді ары қарай осы жіпті жасыра отырып бұл қатарды да аяқтаймыз.
оюдың жібін қатарды аяқтағанға дейін жасырып тоқып аламыз. Өз бетімізше тоқып аяқтаймыз. 32-ші қатар аяқталды. Міне оюдың жібін жасырдық. Енді осылай ілмектерді түзулеп, оюдың жібін қиып аламыз. Бірден түбінен қиып алсақ болады. Енді ары қарай бір қатарды осы негізгі түспен тоқимыз. Яғни 33-ші қатар бір ілмекті көтереміз да, жай ғана осы негізгі түспен тоқып аяқтаймыз. Соңғы қатар. Міне соңғы ілмекке де келдім. Ілмекті созып, жіпті қиып аламыз. Енді осы ілмектің бойынан жіптің ұшын өткіземіз және тартамыз. Осымен бізде 33 қатар оюды тоқып алдық. Енді бұл жіптерді осы тұстан түйін жасап, иненің көмегімен мына ілмектердің бойына жасырып шығамыз. Оны енді өз беттеріңізше еш қиындықсыз жасырып шығасыздар деген ойдамын. Міне енді осы тұста мына жіптерді егер көрініп қалған болса, кішкене тартып жөндеп аласыздар. Одан кейін оюымызды да осылай созып бір тік төртбұрыш қалыпқа алып келеміз. Және бұл оюды жуғаннан кейін де кептіру барысында блокировать етуге де болады. Яғни иненің көмегімен осы тұстарынан инені қадап отырып та тік төртбұрыш жасап алуға болады, әркімнің өзінің қалауында. Осымен ою тоқу сабағымыз аяқталды. Міне осы әртүрлі түсте өте ерекше көрінеді. Және айтып кеткенімдей, бұл екі бетінде де бірдей өрнек болып шығады. Қай бетін қолдансаңыздар да өз еріктеріңізде. Осындай кішігірім кескінді және өрнек түрінде қолданып отырып, мен өзімде артылған жіптердің барлығын қолданып тастаймын. Сіздерге пайдалы болсын. Назарыңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз. Сіздермен болған мен Ұлпан.